Шіркіні, егерде мен егінші болсам, кең дала 2 бағдарламасы арқылы 5% несиені алып алар едім. Сөйтіп, келер жылға қамданып, мыңдаған шақырымды мықтап жыртып, келесі жылы алған өнімді сатып, шекем шылқып отырар едім. Мен бірақ диқан да егінші де емеспін. Әттен көп егінші осы бағдарлама жайлы біле бермейді. Неге? Егер сіз егін саласында болсаңыз, асығыңыз, білмесеңіз, біле жүріңіз. Аграрлық несие корпорациясы осымен 2-ші жыл қатарынан кең дала 2 бағдарламасы бойынша егін егетін фермерлерді ерте қаржыландырып келеді. Айтпақшы, өтінімді қабылдауды қазан айының 1-інде бастап, 1,5 айдан кейін қараша айының ортасында 5% несиені тарата бастады. Егіншілер түсінеді, ерте алған қаржыда игілік өте көп. Себебі дәл егін егетін кезде тұқым, тыңайтқыш, дизель отыны бар, сайман бәрі қымбаттайды. Ал қалтаңда қаржың алдын ала болса, жаздың жұмысына қыста қамданасың. Аграрлық несие корпорациясы осыны түсініп фермерлерге қаржыны қыста таратып жатыр. Браво дейсің осындай кезде. Көктемде уақыт онсыз да тығыз. Қаржы кеш берілсе, кейбір фермерлер егін егіп үлгере алмай қалады. Сол үшін аграрлық несие корпорациясы қолайлы жағдай жасап отыр. Құрметті егінші мырзалар және ханымдар, енді осы мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Кім 5% несие алғысы келеді? Комментарийге АКК деп жазып кетіңіздерші. Мына видеоны егінші достарыңызға жіберіңіздер, барынша WhatsApp топтар арқылы таратыңыздар. Нан ғой егін деген 5% несие рәсімдеп, жұмыстарын жақсы жүргізіп, көктемге керемет көңіл күймен неге кіріспеске.